Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының Казсайенс подкастын бастаймыз. Сіздермен бірге Қанат Ерғожаұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз Қабдолқанова Эльмира Жарайқызы, медицина ғылымдарының магистрі. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Өзіңіз туралы айта кетсеңіз, таныстырсаңыз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Эльмира. Мен қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті медицина және денсаулық сақтау факультетінің жоғарғы медицина мектебінде оқытушы қызметін атқарамын. Сіздерге бүгінгі подкастқа шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Мен үшін Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақ ұлттық академиясының жобасының біреуіне қонақ болып келу үлкен мәртебе. Керемет, рахмет. Енді өзіңіз жалпы ғылымға қалай келдіңіз? Жалпы мен өзім бакалавр деңгейін бітіргеннен кейін негізі ғылым жолын таңдаймын деп ойламаған едім. Алматы қаласындағы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің дәрілік өндіріс технологиясы мамандығы бойынша 4 жыл оқуымды аяқтадым. Содан кейін өзімнің қалама қайтып сол жақта жұмыс атқардым. Ол жерде дәріханада жұмыс істедім, және де дәріханадағы өндіріс технологиясында жұмыс жасадым, және де тағы да менеджер қызметін атқарған болатынмын. Сол кездері жұмыс істеп жүрген кезде жалпы бір 2-3 жылдан кейін өзіме ой келе бастады, даму жағынан тоқтап қалған сияқты болып елестедім. Білім жағынан нашарлаған сияқты өзіме солай көрінді. Себебі жұмыс атқарған кезде бір жұмысты күнделікті істей бергеннен кейін ары қарай былай даму болмайды, егер де сен бір үлкен ірі компанияларда жұмыс жасамасаң. Содан кейін магистратураға түсуге бел будым. Ең бірінші шетелге түскім келді. Бізде Қазақстанда әртүрлі бағдарламалар бар. Мысалы, болашақ және де болашақтың бір жобасы правительственный грант Венгрии. Соларға тапсырып көрдім, бірақ 2 жыл бойы дайындалып тапсырдым, өкінішке орай түсе алмадым. Содан кейін осы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне магистратураға түстім. Сол кезде менің жалпы осы ғылым жолым басталды десем болады. Осы магистратураға түскен кезде жалпы ғылым не екенін, зерттеудің қандай қызықты болуы мүмкін екенін түсіне бастадым, және де өзім қызығушылықпен және түсіністікпен істей бастадым десем болады. Егер мысалы салыстырмалы түрде бакалаврда тек сен оқытушы берген тапсырманы істейсің, былайша орысша айтқанда понимание всей ситуации жоқ. Ал магистратурада көбінесе сенің өзіңе жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Сол арқылы ғылымды жақсы түсіне бастайсың деп ойлаймын. Сол магистратура кезінде ғылымға қызығушылығым басталды. Диссертацияны жазған кезде, мақала жазған кезде осының барлығы маған ұнайтынын түсіндім. Ал жалпы өзіңіздің ғылыми зерттеуіңіз қандай қазіргі таңда? Менің магистратурадағы диссертациялық тақырыбым фармакоэкономикалық зерттеуге қатысты. Жалпы менің магистратурадағы деңгейім ол медицина ғылымдарының магистрі, оның ішінде фармация оқу бағдарламасы. Соның ішінде біздің жұмыс жасаған тақырыбымыз фармакоэкономика болды. Яғни фармация мен экономиканың тоғысқан жеріндегі зерттеулерді жүргізу. Атап айтқанда біздің жұмысымыздың аясында Алматы қаласының бір поликлиникасымен келісімшарт жасалып, сол жерде өзіміздің жұмысты атқардық. Біздің негізгі мақсат сол жердегі дәрі-дәрмекке бөлінген қаражаттың дұрыс жұмсалуына зерттеу жүргізу болды. Ал енді қазіргі таңда сол зерттеуіңізге байланысты бізде енді шынымен де қазір поликлиникада, барлық емханаларда көбінесе ауырып жүрген адамдарға, мүгедектерге бәріне дәрі-дәрмек бөлінеді. Сол экономикалық тұрғыда сіз зерттеуіңіз бойынша қазіргі таңда дұрыс беріледі ме? Кейде бізде көп ауырып жатқан адамдар әлеуметтік желіде жазып жатады, бізге жетпей қалды деп. Сол жөнінде айтасыз ба?
Жалпы осы тақырыпты бастаған кезде өзімнің де білімім шектеулі болды. Барлығын нөлден бастадық деп айтсақ та болады. Негізінде мен енді басқа ауруханаларда немесе басқа қалаларда жағдай қалай екенін білмеймін, бірақ біздің осы зерттеу жүргізген медициналық мекемеде керек ауруларға дәрі дәрмек толықтай бөлінген. Және де аурудың әртүрлі топтар болады ғой, соған байланысты да зерттеу жүргіздік. Барлығы жеткілікті түрде бөлінген. Және де тіпті дәрі дәрмек қалып қалатын кездерде болады. Сондықтан бұл жағынан барлығы дұрыс деп ойлаймын. Ал енді өзіңіз зерттеуіңізде сонда қандай жаңашылдық алып келдіңіз? Мен зерттеуімде біздер осы белгілі бір аралықта медициналық мекеменің сатып алған дәрілерін біз бірнеше топқа бөлеміз. Ол фармакоэкономиканың бірнеше әдістері бар. Соның бірі ABC-VEN деген анализ. ABC деп біз дәрілерді маңыздылығы бойынша бөлінеміз. Яғни A ол ең қажетті дәрілік заттар, B орташа қажетті дәрілік заттар, және C қажеттілігі төмен дәрілік заттар болып саналады. Және екіншісі ол VEN анализ. VEN ағылшыншадан V vital, essential and non-essential. Содан кейін осы дәрілік заттарды біз бөлінген қаражатқа байланысты бөлеміз. Мысалы, зерттеу кезінде ең қажетті дәрілік заттарға қаражаттың 80%-нан шамамен алғанда 80% бөліну керек. Ал B тобына шамамен 15-20%, және C тобына шамамен 15%-дай бөліну керек. Егер де осы жерде ауытқулар болса, яғни ол қаражаттың дұрыс бөлінбеуі дегенді білдіреді. Бізде мысалға қажеттілігі төмен дәрілік заттарға обрабатывающие средства дейді ғой, солар жатты, және де соларға қаражат мысалы 15%-дай жұмсалу керек еді, бірақ біздің зерттеу бойынша ол жерде қаражат 25% болып кеткен. Сондықтан біз өзіміздің нұсқаулықтарды осы медициналық мекемеге бердік. Қалайша есептеп, осылай шығаруға болады. Яғни арнайы бағдарламалар болады, сол жерде бірден көруге болады, қай дәрілік топтар бойынша бізде ауытқулар бар, және сол бойынша ары қарай жұмыс жасауға болады. Келесі нені берген кезде, заявканы берген кезде. Сонда сіздің зерттеуіңіз бойынша берген кезде, қазіргі таңда поликлиникалар заявка берген кезде сіздің жаңағы моделіңізге байланысты береді? Бұл модельді қолдануға болады тиімді түрде. Негізі, егерде біз бұйрықты қарасақ, бұл зерттеу әдісі барлық медициналық мекемелерде қолдану керек. Яғни, егер олар қандай да бір дәрілік затты қосқысы келсе өздерінің заявкаларына, оған обоснование беру керек. Сол кезде осы әдісті қолдануға болады, фармакоэкономикалық әдістерді. Осылай зерттеу жүргізіп, яғни осы бізде СК фармация ғой, дәрілік заттарды бөлетін, соларға мысалы өздерінің зерттеулерін береді. Яғни осы зерттеу бойынша мысалы бізге келесі жолы мынандай заттарды азырақ беріңіз, немесе мына заттарды көбірек беріңіз. Өйткені бізде ең қажетті дәрілік заттар азырақ қаражат бөлінген деген сияқты осылай обоснование беруге болады. Алайда біздің тәжірибеміз бойынша біз біраз поликлиникалардан сұхбат жүргіздік, көбісі қолданбайды бұл әдісті. Не себепті қолданбайды? Бұның бір себебі қажетті персонал жоқ. Бұл зерттеуді жүргізетін себебі көбінесе поликлиникаларда өздерінің жеке фармакологтары болу керек. Алайда біз сол поликлиникаларға кездесуге барған кезде фармакологтардың өздері басқа да жұмыс атқарады. Яғни олардың физикалық тұрғысынан уақыттары жоқ ондай зерттеуді жүргізуге. Бұл зерттеуді негізі отырып, кәдімгідей есептеп шығару керек. Сонда бұл сіздің әдісіңіз жаңағы бір жағынан экономия болады, тиімді болады, және қай жағынан біз алдын ала көре аламыз да, қаншалықты біз дәрі-дәрмектің пайызды заказ беру керек. Соған байланысты жаңағы қалай айтсам болады,
көп емес, аз емес, бәріне жеткілікті жасауға болады, жағдай жасауға Иә, болады. иә, тиімді түрде. Және де біз тек енді магистратура 2 жыл болған үшін біз тек бір әдісін ғана қолданып үлгердік. Егер де дұрыстап осы фармакоэкономиканы зерттейтін болсақ, бұл жерде моделирование әдісі және тағы басқа әдістер бар. Ол жерде біздер дәрілік заттың тиімділігін де анықтайтын әдістерді қолдана аламыз. Сол кезде ол одан да пайдалы болып есептеледі медициналық мекемелерге, бірақ бұл әдісті мен білуімше мүлдем қолданбайды. Ал мысалға сіз осы тақырыпты қалай таңдадыңыз? Өзіңіз келдіңіз бе, немесе жетекшіңіз таңдап берді ма? Бұл тақырыпты біз жетекшіміз екеуміз бірге жалпы Қазақстандағы медицина саласында, фармация саласында қандай проблемалар бар, соны бірінші анықтап алдық. Соған байланысты өзіміздің зерттеу тақырыбымызды таңдадық. Ал магистратура аясында сіз шетелдік тағылымдама өттіңіз бе? Иә, магистратура аясында бізде Турцияға, Стамбул қаласына 2 апталық ғылыми стажировка болды. Соның аясында біздер осы жүргізген зерттеудің статистическая обработка данных жүргіздік. Ол сонда сіздерге бір кері байланыс берді, сонда жетекші сияқты өткенден, тағылымдама өткеннен кейін? Иә, бізде сол университет медицинских наук, город Стамбул, сол жердегі мамандар біздің зерттеуімізді талдап, бізге кері байланыс берді, және де статистикалық обработканы қалай дұрыс жасау керек екенін түсіндірді. Яғни біздің зерттеуіміз біздің өзіміздің жеке тұрғыдан дұрыс болуы мүмкін, бірақ оны статистикалық өңдеуге салған кезде ол жерде қандай да бір тағы ауытқулар пайда болады. Сол жағынан біздер 2 аптада үлгергеніміз сол статистикалық обработка болды. Ал мысалға ол жақта қандай методика қолданады екен осы не бойынша, сіздің тақырыбыңыз бойынша? Ол жақта бізге көрсеткен зерттеулер бойынша осы модельдеу. Оның ішінде ол модельдеуге негізі фармакоэкономиканың бірнеше әдістері кіреді. Яғни сіз ол жерде мета-анализді жүргізесіз, мысалы қандай да бір дәрілік затты аласыз, оның тиімділігі адамның бір көрсеткіш болады, кали деген, quality adjusted life years деген. Ол яғни осы дәрілік затты қабылдаған кезде науқастың қаншалықты өзінің өмірінің сапасын жақсарта алады деген көрсеткіш. Соны біз мета-анализ жүргізу арқылы таба аламыз. Себебі ондай зерттеуді өздігінен жүргізу үшін өте көп уақыт кетеді, сондықтан ең тиімдісі бұл жерде мета-анализ. Осы біз барған университетте фармакоэкономикалық модельдеуге жаңағы біз айтқан кали деген көрсеткішті қосқан. Одан бөлек бір адамға шаққандағы осы экономикалық тұрғыдан қаншалықты қаражат кетеді бір адамды емдеу үшін. Осы сияқты зерттеулер болды. Ал енді сіз осы жобаңызды бір қандай да бір үкіметтің тарапынан жобаға, гранттыққа қатыстыңыздар ма жетекшіңізбен? Жоқ, бұл фармакоэкономикалық зерттеу бойынша біз жобаларға қатыспадық, бірақ дегенмен конференцияларға қатыстық, международный научный халықаралық ғылыми конференцияларға қатыстық. Одан кейін мақалалар жаздық. Одан соң біздің зерттеудің нәтижесі ретінде бізде методикалық нұсқау шығарылды. Сол методикалық нұсқауды қазір біздің оқу бағдарламасында студенттерге оқыту үрдісінде қолданамыз. Керемет. Ал қазір таңда сіз өзіңіз жаңа айтып кеткенде сабақ бересіз, оқытушысыз. Қай университетте сабақ бересіз және өзіңізге ұнай ма мұғалім болған? Мен сол өзім магистратура бітірген Қазақ ұлттық университетінің медицина және денсаулық сақтау факультетінде сабақ беремін. Жалпы біз осы Қазақ ұлттық университетінде медицина және денсаулық сақтау факультеті 2022 жылы ғана 5 жылдығын атап өтті. Салыстырмалы түрде өте жас факультет болып саналамыз. Соның ішінде жоғарғы медицина мектебінің фундаменталды медицина кафедрасында оқытушы болып жұмыс жасаймын. Осы 2023 жылдың қыркүйек айынан бері
былай салыстырмалы түрде аз мерзім, бірақ осы уақыт аралығында ең бірінші рет дәріс оқып, ең бірінші рет практикалық сабақтарды жүргізіп және де экзамен қабылдап үлгердім. Жалпы өзіме өте ұнайды, себебі әрдайым дамуға, өзіңнің біліміңмен студенттермен бөлісуге мүмкіндік өте жоғары. Ал жалпы сол студенттеріңізді ғылымға баулисыз ба? Иә, өзімнің ғылым жолында қандай мысалы қиындықтар болды, сол жағынан студенттерге әрдайым көмектесуге тырысамын. Мысалы бізде сабақтарда сөж болады ғой, студенттердің өзіндік жұмысы. Сол жерде көбінесе студенттер мысалы бір тақырып алады да, көбінде презентация жасайды, қорғайды, болды. Біз болсақ, біздің осы ол кафедрада берілген бізге тапсырма, сол сөж аясында бір тезис, немесе тіпті егер студент білімді болса, шамасы келсе, бір мақала жазуға қазір баулып жүрміз. Осы уақыт аралығында мен студенттерімнен 2 тезис жарияланымға шықты осы халықаралық ғылыми конференцияда. Ал енді мысалға өзіңіз жаңағы тағылымдамаға тапсырдым дедіңіз, жаңағы шетелдік тағылымдама Венгрияға тапсырдым дедіңіз. Енді сіз қазіргі таңда магистратура оқудыңыз, енді болашақта докторантура оқуға жоспарыңыз бар ма? Иә, әрине. Мен енді шынымды айтсам, осы жазда докторантураға тапсырған болатын, бірақ алайда грант санының аз болуына байланысты өкінішке орай түсе алмай қалдым. Бірақ дегенмен түспей қалғанымның өзіндік бір себебі болды деп ойлаймын. Өйткені мен осы оқытушы ретінде өзім тәжірибе алған кезде докторантураның нағыз не үшін керек екенін түсіне бастадым. Себебі егерде біз жоғарғы оқу орнында жұмыс жасайтын болсақ, оқытушылардың көбіне осы докторантура деңгейі қажет деп ойлаймын. Себебі мектеппен салыстырғанда ол бәрібір жоғарғы оқу орнында ғылыммен көбірек айналысады, және де ол біздің Қазақстандағы ғылым саласына үлесін әкеліп соғады. Ал жалпы ғылыммен мысалға докторантураға жарайды, оқуға тапсырдық, өзіңіз жоғары оқу орнында жұмыс жасайсыз. Сіздің ойыңызша PhD бітірген ғалым оқыту керек және ғылыммен бірге қатар айналысу керек пе, немесе тек қана оқыту керек, немесе ғылыммен айналысу керек пе? Рахмет, өте қызық сұрақ негізі. Бірақ әрине қиын болса да екеуін бірге алып жүру керек деп ойлаймын. Иә, өйткені тек қана оқытумен білмеймін шектеліп қалатын сияқтысың, ол өз ойым. Сондықтан да ғылыммен де параллельно айналысу қажет. Мен мысалы қазір докторантура оқымасам да, оқытушы ретінде өзім бос уақытында осы ғылымға көңіл бөлудемін. Мысалы әртүрлі жобаларға қатысып, одан бөлек мақалалар жазып, яғни өзімнің қызығушылығымды төмендетпеуге тырысамын. Ал мысалға сіз және өзіңіз айтып кеттіңіз, ол конференцияға қатыстық деп. Сол конференцияға қатысқан кезде қандай не алдыңыз? Пайдалы зат өзіңізге алдыңыз? Ең біріншіден осындай ғылыми конференциялардың бірден бір артықшылығы, ол жерге қатысып сөз сөйлеген кезде бірден өзіңнің жасап жатқан зерттеуіңнің артықшылықтары мен кемшіліктерін бірден түсінесің. Ол сол өзі қорғап жатқан үрдіс кезінде бірден байқалады. Одан кейін екіншіден аудиторияның сұрағы. Егер де біз мысалы өзіміздің жұмыс жасайтын жерде енді бір санаулы мысалы оқытушылар ғой, бір 10-15, олардың әрдайым өздерінің қоятын сұрақтары, талаптарын жаттап аласың, соған дайындалып келесің. Ал сондай үлкен ғылыми конференцияларға қатысқан кезде ол жерде қандай ғалымдар, қандай адамдар, оқытушылар болатынын сен білмейсің. Сондықтан да ол жерде қоятын сұрақтар да қызығырақ болады, тереңірек болады, және де сенің жасап жатқан зерттеуіңе өте көп көмегін тигізеді. Өзім бұл нәрсені жақсы байқадым. Мысалы, менің жетекшім әрдайым осындай ғылыми конференцияларға қатыстыра беретін. Ол сені шыңдайды деп. Сол шынымен де жақсы шыңдайды. Ол бір артықшылығы. Екіншіден, ол әртүрлі ғалымдармен, әртүрлі жоғарғы оқу орындарының немесе басқа да мекемелердің адамдармен танысу, байланыс орнату деген сияқты. Керемет. Енді болашақта дейік, өзіңіз қай жоғары оқу орны немесе мүмкін жоспарыңызда басқа мемлекетке оқуға докторантураға жоспарыңыз бар шығар.
әрине қойған мақсатты айтуға болмайды, но дегенмен де өзіңіз жаңағы қазір таңда соған дайындалып жатсыз ба, докторантура оқуға түсуге? Иә, докторантураға түсуге дайындалу үстіндемін. Әртүрлі университеттерді қарастырудамын. Әрине, шетелден жақсы тәжірибе алып келгім келеді. Мысалы, болашақ бағдарламасын қарастырудамын. Тағы да басқа осы Erasmus сияқты бағдарламаларды қарап жүрмін, бірақ әлі толықтай шешпедім. Қай жақ дұрыс болатын. Бір жағынан жасым қазір мен 28-де, сондықтан да қазіргі таңда шетелге шығу кішкене қиынырақ сияқты. Егер десе мысалы 24-25 жасыңда шетелге шығу оңайырақ болса, жас келген сайын қиынырақ сияқты өзіме. Бұндай ой неге келді сізге? Кішкене жас келген сайын адам кішкене комфортты қалайды деп ойлаймын. Ал егер де сен шетелге білім алуға немесе жұмыс істеуге барсаң, барлығын нөлден бастайсың. Ол жағына кішкене моральды түрде дайын болу керек. Сондықтан да менің осы жас ғалымдарға бірден бір кеңесім, бірден магистратурадан кейін докторантура оқып, мысалы, сондай шетелдерге бірден барып алу керек сияқты. Себебі біраз уақыттан кейін ол қызығушылықта біраз өшіп қалуы мүмкін деген сияқты. Және де мен осы Қазақстандағы оқу орындарында қарастырамын. Себебі біздегі деңгей кем емес деп ойлаймын, шетелден де. Көреміз енді, бұйырған болады. Керемет. Сізге сәттілік дейміз. Енді болашақта осы алла бұйыртса докторантура оқуға түсіп кетіңіз, бәрі сәтті болып кетсін. Әрине, шынымен де қазіргі таңда бізге маңызды сіз сияқты ғалымдарымыз докторантураға түсіп, тек қана кейбір ғалымдарымыз әртүрлі себеппен докторантураға түседі. Шын мәнісінде өздеріңіз білесіздер, құрметті көрермендер, ол жағын енді. Бірақ енді шын мәнісінде ғылым үшін, білім үшін жаны ашитын жас ғалымдарымыз оқуға түссе, ол әрине өте керемет, және бұл үлкен бір нәтиже алып келеді деген сенімдеміз. Шын мәнісінде қазір таңда өзіңіз де білесіз, біздің үкімет тарапынан да барлық жағынан да әртүрлі гранттар бар. Тек қана ғылыми жағынан гранттар ғана емес, тек жоғары оқу орындарына түсуге де, шетелдік оқу орындарына түсуге де, тіпті елшіліктің де гранттары бар. Соны да сіз көрсеңіз болады, өте керемет нәрсе деп ойлаймын. Енді біздің Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық ғылым академиясының атынан сізге бір кішігірім сыйлық беруді рұқсат етіңіз. Сізге деген бір кішігірім сыйлығымыз бар. Рахмет көп. Иә. Енді осы біздің көрермендерімізге, жас ғалымдарымызға, докторанттарға, магистранттарға, бакалавр студенттеріне өзіңіздің бір жылы лебізіңізді айтсаңыз. Жалпы студенттерге, оқып жүрген студенттер болсын, немесе қандай да бір оқу орнына түсейін деп жүрген студенттерге айтарым, өздеріңіздің болашақта жұмыс жасайтын салаларыңызды нақтылап таңдауға тырысыңыздар. Және де білімнен, ғылымнан қорықпаңыздар. Ол деген керемет әлем сіздерді алыс жақтарға апарады, әртүрлі елдерді, жерлерді көруге көп көмегін тигізеді. Көп рахмет жылы лебізіңізге. Шын енді өткенде бізге бір ғалым келеді, сол ғалымның бір ғылыми мақала оқып та ғалымдардың классификациясы бойынша әрине өте бір қызықты ақпарат. Сізге айта кетейін, қарапайым ішінде бірінші ғалым шынымен ғылыммен айналысып үлкен бір нәтижеге жететін. Екінші ғалым әнші ғалым дейді. Ол өзінің көпшілік ортада ғалымдар арасында өзінің сахнада өзінің зерттеуін көрсеткісін жақсы көретін ғалымды айтады екен. Үшінші ғалым турист ғалым. Шетелді аралап, жоба ұтып алып, конференция аралап, сондай ғалымдардың түрлерін келтірген екен, және оның белгілі бір пайыздарын айтқан болатын. Енді шынымен де сізге көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, осы біздің подкастымызға қатысқаныңызға. Бізде өте ғалымдарымызға қазір таңда қолдау білдіреміз, ғылымды дәріптейміз. Соған байланысты ұлттық ғылым академиясы үлкен жұмыстар атқарып жатыр, өзіңіз де көріп отқан шығарсыз. Енді құрметті көрермендер, егер де қарастырылмаған қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздерден біз кері байланыс міндетті түрде күтеміз. Келесі жолы қандай ғалыммен, қандай ғылым бағыты бойынша талқыласақ деген сұрақтарды комментарийға жазып, қай ғалымды шақыру керектігін бәрін айтсаңыздар.
ол бізге өте жақсы ақпарат болатын еді. Біз сол ғалыммен шақырып сіздерге осындай бір подкаст түсіреміз. Көп көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.